қалтасының бір тиынсыз бос қалғанын біліп, тасқа отырып еңіреп жылайды. 3 жылғы бейнеті, тау кезіп сиыр соңында жүргені, оқыралаған қарасандарды қайрам деп жүріп талай рет денесін жарақаттап, киімін жыртқаны бәрі есіне түседі. Енді жыртығын жамайтын, ине жіп сатып алар ақшасы жоқ. Шешем жанымды шығаратын болды, деп ойлайды бала. 3 жылғы еңбектің төлемі сол. Кенет біреудің даусы құлағына шалынады. Неге сонша жыладың, бала? Басын көтерсе, белі бүрілген бір кемпір тұр екен. Неге жыламаймын? 3 жыл қатардан жұмыс істеп, 3 тиын тауып едім. Жолшыбай үшеуін 3 кемпірге беріп кеттім. Енді шешем таяқтың астына алатын шығар. Жыламай айналайын, дейді кемпір. Сен 3 тиыныңды да маған бергенсің. Қалай? Дейді бала шүбәланып. Солай, оған күмәнің болмасын. Енді сенің әр тиының үшін бір тілегіңді орындауға даярмын. Кәне, қысылмай айта ғой, дейді оған кемпір. Ой, рахмет, деп күлімдейді бала. Шын айтсаң жыламаймын. Ал бірінші тілегім ешқашан ақшасы үзілмейтін әмияным болса. Екінші тілегім көздемей атсам да дәл тиетін мылтығым болса. Үшінші тілегім сазы сұлу скрипкам болса. Ол скрипканың әуенін естіген жан билей берсе. Несі бар? Бәрі дұрыс, дейді кемпір. Сен маған соңғы 3 теңгеңді бергенде, мен сенің 3 тілегіңді орындауға шамам жетпейді деймісің? Қалауың қабыл болды. Сол сәт баланың қалтасында тырс сыйған әмиян, арқасында мылтық, қолында скрипка пайда болды. Көп рахмет сізге, дейді бала кемпірге. Енді үйге батыл оралуға болады. Шешем ұрса қоймас. Соны айтып, кемпірмен қоштасып, өз жолымен тартып кетеді. Кемпір жыныс тоғайға сіңіп жоғалады.